Привет, қалайсың? Сіз Армансыз ба? Иә, мен ғой. Суретті вообще басқандайсыз ғой? Ол мен жас кезімдегі суретім ғой. Жас кезімде сонда нешінші жылғысыз? Мен 6-мын. 2006 ма? Жоқ, 1996. Айтпақшы, сен атың кім еді, есімнен шығып кетті. Айжан. Айжан. Балжан? Айжан. Маржан? Туф, Айжан. Аружан. Аружан, қара, мен күшті видео істедім, қара. Қалай, Сабыржан, ұнады ма? Жесеш, тағы бірдеке заказ берейін ба? Бүгін маған пенсия түсті, ақша көп. Анықтаңыздар, бұл сіздердің болашақ келіндеріңіз. Ал кел ананы. Бұл не? Бұл өтірікті анықтайтын детектор. Қазір бірнеше сұрақ қоямыз, жауап бер. Келін нешеде тұру керек? Әрине таңғы сағат 7-те, мен өзім күнде 7-те тұрам. 9-да. Ладно, 12-де тұрам. Екінші сұрақ, тамақ істей аласың ба? Әрине істей алам. Роллдың саналмаймын не? Мен ағыздың қолынан дым келмейді ғой. Ертең бізге бірге ауылда тұра ала ма? Жоқ, мен тұра алам ғой. Мен өзім ауылдың қызымын ғой. Сиыр сауы барлығын қатырам ғой. Еще мен папам ауыл партиясының мүшесі. Ауыл партиясы қазір ауылдарды гүлдендіріп жатыр ғой. Мүмкін емес, өтірік науқас қызыл жанат қара. Қойшы, бәрібір қолынан дым келмейтін келін бізге не керек? Мен мысалы кезінде таңғы 5-те тұратынмын. Дәмді тамақтар істеп, үйдің бәрін жинап шығатынмын. Ата-енеме артық сөз айттырмай бәрін істейтінмін. Ой, қойшы болды, ең басы бір-бірін жақсы көрсе болды ғой. Мен сияқты, мысалы, мен сені жақсы көремін, басқа ешқандай қызбен жүрген жоқпын. Мынау істемей тұрған сияқты. Не бәлем мынау? Сен маған менің алғашқы махаббатым деп айттың ғой маған. Ана бір класста Айгүл деген қызбен жүрген. Қайдағы Айгүл? Арман деген сен ба? Иә, мен. Бастаймыз ба? Давай бастайық. Бұрын үйленгенсің ба? Жоқ, үйленбегенмін. Ал сен ше? Мен де тұрмысқа шықпаған. Сен немен айналысасың? Мен салонда визажист болып жұмыс істеймін. Все, жақсы. Ал сен ше? Мен сол ауылда егін егемін, бал өсіремін, өзімнің фазендам бар. Ақшаны жақсы табатын сияқтысың ғой? Иә, еще ауыл партиясының мүшесіміз. Біз ауылды қазір ауыл партиясымен гүлдендіріп жатырмыз ғой. Вау, пысық екенсің. Кредиттарын көп емес па? Енді кішігірім 300 000 теңге кредитім бар, сосын азынаулап микрозайм. В принципе, төлей алатын сияқты ма? Енді жасымыз да келіп қалды дегендей, денсаулық жағы қалай? Енді арасында сай сүйегім сырқырап, бір ауыратыны бар, бірақ басынан денсаулығым жақсы. Соңғы маңызды сұрақ. Тойға қанша адам шақырамыз? Шынымды айтсам, мен той жасағанға қарсымын. Одан да ол ақшаға квартира алмаймыз ба? Мен де тура солай ойлаймын ғой. Еще содан ақша қалса, шетелге шығып демалып келмейміз ғой лучше. Точно. Оннан 10 бал алдым. Маған ұнады. Болды, онда ЗАГСқа кеттік па? Кеттік. Осы сен мен дуалап алған жоқсың ба? Мен сияқты әдемі қызды қалай сындырдың? Мен сені дуалап? Сіз қыздар дуалап бере аласыз ба? Ой, менде дуалайтын қыздардың түрі бар. Мына қыз Камила, ақыл десең ақыл, сұлу десең сұлу, еще байдың қызы. Басқа қыз бар ма? Мына қыз қалай саған? Аты Сәуле, ой, пысық, сиыр десең сиыр сауат, беш бармақтың түбін түсіреді. Еще ауыл партиясының мүшесі. Білесің ғой, қазір ауыл партиясы ауылдарды гүлдендіріп жатыр. Жоқ, маған басқа вариант керек. Тағы қандай варианттарыңыз бар? Вариантын енді көрсетем. Бір болмайтын Айжан деген вариант бар. Мінезі ит, жалқау, түске дейін ұйықтайды. Қолынан боқ та келмейді. Бір красавица деп те айтпас едің. Осы қызды маған дуалап бергізші. Қумаш, дуаласам, Анджелина Джолиді дуалап алмайын ба? Баламыз сандап жатыр. Ой, алма тағы немереміз қаратып қойын. Өші блокқа тығып тастап өші. Неге алмай жатыр? Домофоннан звондап жатыр. Мама, папа, Айгенге қарап бересіздер ма? Алма, үйде жоқ деп ойлап қалсын. Үйде жоқ па? Мама, папа. Үйде ешкім жоқ па? Менде кілт бар, давай өзім ашайын. Қайда кетіп қалған? Свет жанып тұр ғой, бірақ. Мама, папа, қайдасыздар? Қайдасыздар? Мама? Папа? Апа? Ой, Айлиню, қалайсың? Ата. Қалайсыңдар? Мама, папа, не аптығылып жүрсіздер бізден? Бүгін Айлинға қарай тұра аласыздар ма? Біз тойға бар келсек. Тағы ма? Күнде бала қарап кеттік қой өзі. Бізді тегін няня қылып алдыра ма? Не істедіңдер өзі, а? Бірақ сіздер немелеріңізге қараған жақсы көресіздер ғой? Әрине жақсы көреміз, бірақ күнде емес қой енді. Соны айтамын, өмір бақи сендерді бақтық. Әбден өсті-ау дегенде балаларыңды әкеп тұрсыңдар енді. Бізде сонда өзімізде өмір жоқ па? Бізде де бос уақыт, бізде де личный пространство деген болу керек. Мам, папа, сіздер болмасаңыздар кім қарап береді енді? Біз қайда тастаймыз баламызды? Ой, бала бақшаға берсеңдерші. Біз күшті
сенімді балабақша таптық. Күшті, элитный академ бала деп аталады. Біз танысқанға бір апта болды ғой, соған орай мен саған сыйлық алдым. Мәссаған рахмет жан. Мен де саған кішігірім сыйлық дайындадым. Қандай? 3 комнаталы квартира. Квартира? Ақтаудағы ЖК Измир таңдадым. 50 метр жерде теңіздің жағалауында орналасқан. ЖК-ның өзінің бассейні бар, лифт бар, панорамалық терезелер және детская площадкасы бар. Тоқташ, мен саған просто мишка сыйладым, сен маған квартира сыйлап тұрсың ба? Уайымдама, алғаш. Сен өзің қай жылғы боласың? 2008 жылғы болам. Қанша? 2008 жылғы болам. Өзің қай жылғысың? 98. Ай, ничо, махаббат жасқа қарамайды дейді ғой. Мен ішім пысып кетті, кемпірлермен скучный екен. Әңгіме айтшы. Сен немен айналысасың? В смысле сен маған сіз деп сөйле, мырзам деп сөйле. Мен криптовалюта, трейдинг, биткоин, бірақ көбінесе мамам ақша береді маған. Бірақ 2008 маған тым кішкентай сияқты. В смысле кішкентай? Мен уже үлкенмін, мен 18-демін. Сен мені кішкентай. Ей, жалма. Саған кәмпит берейін ба? Мамама айтам сені, кішкентай деп. Ей, жыламашы кішкентай болып, свиданиясын ес? Одан да оқымайсың ба? УБТ-ға дайындалмайсың ба сен? Мен Турцияға оқуға түсем, о жаққа енді керек емес. Ойбай, қалай түсесің Турцияға? Абай Кәлім арқылы түсем. Абай Кәлім 6 жылдық Түркияға оқуға түсіру бойынша эксперт. Сені ешқандай ұбытысыз тек қана аттестатпен оқуға түсіреді. Ол осы уақытқа дейін мыңдаған қазақты Түркияға оқуға түсірді. Сол арқылы тапсырамын. Толығырақ білу үшін комментарийға плюс қалдыр. Ей, болды. 2008 мен үшін әлі бала. Кеттім, пока. В смысле, кішкентай, 18-демін ғой мен уже. Папа деймін. Отыра береміз болса ойнатпайсың ба? Тикток көріп шаршамадың ба? Бір көтеріп, немесе далаға шығарып, бірдеңе істейікші, шаршап кеттім үйде отырып. Сен сөйлейсің ба не? Когда надо сөйлей алам ата. Қазір, бір минут. Ей, біздің бала не сөйлей ма не? Құмаш 8 айлық бала ғой. Сайрап отыр ғой. Қошы прикол ұстамай. Жүрші, мен саған көрістім, сенбесең, жүрші. Балам, кәне сөйлеш мамаға. Туф, қош болды. Сөйлеп тұрған жаңа. Ебать, билеп жатыр, қара не билеп жатыр. Жаңа билеп жатқан, жаңа буаллахи билеп жатқан жаңа айтам. Қош болды, менің уақытым жоқ. Сен жындығы отсың ба? Қаз мамаң шақам сөйле оқтың ба? Жарайды, папа, шақыр маманы, сөйлеймін. Как раз сенің баса қыздардың стористарына лайк басып жүргенін айтайын да. Мені кішкентай бала еш нәрсе түсінбейді деп ойладың ғой сен. Мен бәрін байқап жүрмін. Шақыр маманы. Қой, қалжында. Тоқташы, тұршы. Балам, саған бірдеңе қажет емес па? Айт, бірдеңе алып берейін ба? Біріншіден мен сіздің есімді ауыстырыңдаршы. Дәмі ұнамайды маған. Болды, ауыстырамыз. Тағы не керек? Осы киімінің бәрі ескірді. Маған новый, модный киім алып бердің. Ойбай, саған моды не керек? Егер маған киім алатын болсаңдар, Ньюборн Алматы деген дүкен бар, соған барыңдар. Мен телефоным қайда? Туй осы үйде бүкіл заттар қайда жоғалып кетеді? Барлығы мұнда. Бұл не? Бұл сенің өмір бойы жоғалтқан заттарың. Менің бірінші телефоным. Қайдан таптың? Сен бұны 2009 жылы қораның артында ұмытып кеткенсің. Менің алтын сырғаларым. Сен бұларды моншада ұмытып кеттің. Мынау не? Бұл сенің алғашқы махаббатыңның хаты. 8-ші класста химия кітабының ішінде кетіп қалды. Мараттан ба? Үй мұнда жүр ғой. Колледждағы подругаң Жанеля ұрлап кетті. Стерва Жанеля. Үй Сабико жүргеттері жүр ғой. Бұны сендер магазиннің кассасында ұмытып кеттісіңдер ғой. Мә тапқаным жақсы болды. Японский качество деп алдым ғой. Жоғалған телефоным. Бека деген жігіттің сені ұрлап ломбардқа өткізіп жіберген. Ал сен сонда кімсің? Әлі түсінбедің бе? Мен сен жоғалтып алған өзіңмін. Келін боламын деп, әйел, ана боламын деп өзіңнің алаңсыз күліп ойнап жүрген кезіңді жоғалтып алдым. Мен сенің қаласаң қатты күлетін, шынайы қуана алатын, биік армандары бар бұрынғы кезіңмін. Сен есейе келе мені ақырындап жоғалта бастадың. Бірақ менің бір бөлігім әрдайым сенің ішінде. Қаласаң таба аласың. Ей, мә телефоның. Мәжен бәрі неге шашып сағасың? Рахмет. Мына Марат деген кім саған сүйемін деп хат жазыпты ғой. Мен өзім қаланы өскем. Сен қай жақтікі боласың? Мен ауылданмын. Ауылдан? Блин, что-то не заводится. Может, такси шақыра салайын, не? Қайдағы такси? Ашшы капотты көрейін. Ауылда папаның тракторын өзім жинап жүрмін ғой. Онан стартерін шоткысы етіп қалған ғой. Мен ұрып тұрам, давай сен ол талдыр. Давай! О, заводталды! Молодец!
Бәрекелді. Хош, мен сені ресторанға апарам. Қайдағы ресторан? Ол ақшаға одан да продукт жасамаймыз ба? Жүр кеттік. Бұл ярмарка қарастай овощи фруктың түрі бар. Қаладағы ең арзан бағалар осы жерде. Лучше осы жерден продукт жасай, ақша шашпай. Идем. Осы жердің еттері күшті бар ғой, жас мал ғой деймін. Қазір үйге барғаннан кейін өзім мощный қылып ет асып беремін. Но я вегетарианец. Ой, әкең балконда өскен. Жейсің етті көп сөйлеме. Не болды бауырым, көше сүйме жүрсің ма не? Қазір мен жігітім, сендердің жақтарыңды айырады. Давай, делай. Стой, мне неприятно. Қазір полиция шақырам. Шақырал. Ой, артыр. Не шоқтар. Мен вот ауылды қызбен кезге күшті екен ғой. Сен ауылға келсеш бір-екі айға, адам қылып шығарамыз. Все, барам. Қара, ресторанда тамақ ішу 15 мың теңге, үйде тамақ ішу 3 мың теңге. Қайсысы выгодно деп ойлайсың? Конечно, ресторанда тамақ ішу. Жалғастырайық. Қарговый центрдан алған бренд көйлек 50 мың теңге тұрады. Тура сондай көйлек базарда 5 мың теңге тұрады. Қайсысы дұрыс? Қайдағы түрі страшный ғой. Алған соң жақсысын алу керек қой. Одан неге оны бір-ақ рет қана киесің? Жаңа мен оны киіп инстаграмға салып тастадым ғой. Салынған көйлекті қалай екінші рет киемін? Қара, бізде 30 мың теңге бар. Не алған дұрыс? Гүл алған дұрыс па? Әлде бір аптаға продукт алған дұрыс па? Конечно, гүл, романтика керек маған. Өй, психолог мырза, менің әйелім қарап беріңізші. Вообще өзгеріп кетті әйелім. Өмірі шаршап жүреді, ұрысқақ. Бұрын вообще ондай емес еді. Қойшы, саған да Қойшы, сабыр сақтаймыз. Қазір барлығын анықтаймыз. Так, мына жерде не көріп тұрсыз? Қарны ашып жылап жатқан бала ғой. Ал мына суретте не көріп тұрсыз? Памперс толып кеткен бала ғой. Ал мына жерден ше? Шашып жатқан үй. Келесі сұрақ, бос уақытыңызда немен айналысасыз? Мен бос уақытта айналысатын сүйікті істерім көп. Мысалы, үй жинау, бала қарау, кір жуу, жас кезімді еске салып жылау. Сіз сонда шаршамайсыз ба? Неменеге шаршайды, ол үйде отыр ғой күнімен. Ал сіз соңғы рет қашан демалдыңыз? Декретке шықпай тұрып 5 жыл бұрын. Естіп тұрсыздар ма? Бала соғып жатыр. Бала соғып жатыр. Жоқ, бұл жерде бала жоқ. Сабыр сақтаңыз, сіз психологтың кабинетіндесіз. Мен сіздердің проблемаларыңызды анықтаған сияқтымын. Иә, қандай? Сіздің әйеліңіз 5 жыл декретте отырып, әбден шаршаған. Еще сіз де қолдау көрсетпейсіз. Постоянно жұмыстасыз, баламен қалдырып кеттіңіз. Сіздерге балаларыңызды академ бала деп. Сен өзің қай жылғы боласың? Мен 96 жылғымын. Қанша? 1996 жылғы болам, айналайын. Қара, екеуміз жайлы күшті бір видео жасадым. Ойлап қалма 96-ға кәрі деп, біз әлі жаспыз. Ойбай, не болды? Тәте! Скорый! Ойбай, түсті ме? Түсті. Ойбай, жүр кеттік, онда свиданияға барайық. Киноға ма, ресторанға ма? Мен саған вообще күшті романтичный жер көрсеттім. Біз қайда келдік? Әлі маған пенсия түсті, бұл жерде үйге арналған барлық тауарлар бар, жүр аралайық. Бұл жердің бағалары базардан да арзан, қараш қандай сапалы. Қараш қайыннан жасалған ручная работа. Кейін осы мен саған 5 бармақ пісіріп беремін. Қараш қандай әдемі, IDB посудалар. Бұл Эйли Хом қаланың қақ ортасында орналасқан. Үйге қажетті заттарды осы жерден алам. Туй өзі, қойыңызшы. 96 жыл қызбен кезге бір түрлі екен, сәл апалаусыңдар ма? Мен кеттім. Сен кете бер. Квартирамды сенің атыңа жазайын деп едім. Бірақ махаббат жасқа қарамайды дейді ғой, Папа, таныс қойыңыз, бұл сіздің болашақ күйеу балаңыз. Мынау қаланың балконда өскен қолынан боқта келмейтін баласы сияқты ғой. Мынау ертең үйде тірлік істей ала ма? Мен жұмыс істей алам, любой жұмысты бере беріңіз. Көрейік онда, бүгін бізде как раз үйде ремонт, жұмыс етеді. Давай істеп көрші кәне. Ой, әкең ау. Менде просто аллергия. Бар, плоскогопс алып қойшы. Мынау ма? Плоскогопс дейме? Мынау ғой, Плоскогопс деген дұғасын ба? Мынау ма? Плоскогопс дейме апты. Кет, көзіме көрінбей! Папа, не сержансыз? Мен мынандай нәзік басқа қолдан боқта келмейді. Қызымды бермеймін, ұқтың ба? Дым істей алмайсың ғой. Сен қазір потолок гипсокартон орнатылмай тұрсың, не? Потолокқа гипсокартон жабыстырмақшысыз ба? Не істейсіз гипсокартон жабыстырып? Ол же модта шығып кеткен ғой. Ол потолок төмен түсіреді. Еще ауыр 2 жыл сайын ауыстыру керек болады. Қазір бәрін натяжной потолок қояды ғой. Родной, қазір сестрам келеді, өтірік бандитпен қуып кетпеші, қырында. Ей, сен мен кім деп тұрсың?
Ой, білем ғой мен сен. Всегда сондайсың ғой, қыз көрсең де. Сәлем, қалайсыңдар? Мінекей өзі де таныс қой бұл. Аттықтаңдар бол, добро бердім. Арман? Айып өтпеңдер, по работе. Немен айналысасың сонда? Өкінішке орай айта алмаймын, өзіңнің қауіпсіздігің үшін. Не болып қалды? Бағана 15 бағаны бұрудармен құлатып едім. Қолым ауырып тұр. Байқамайсың ба? Просто мен таңдаған жол оңай емес та. Духы жеткендер ғана жүреді бұл жолмен. Алло, деньги, дада, успех. Қанша? Тендер? Родной, сенде $1 миллион шыға ма? Ой, сол алдында алған 5 миллион қайтарса бүкір. Белая камрюха творя. Вот его поставишь. Жігіттер, ақырын сөйлеңдер ше. брадан болды да кеше тыныш отырамыз Привет, қалайсың? Сіз кімсіз? мен ғой Бақытбек, Баха 05 Инстаграм. Инстаграмда вообще басқандайсың ғой? Ол мен жас кезімдегі фото ғой. Ал сен Инстаграмда қандайсың, өмірде вообще әдемі екенсің, қарағым. Жас кезімде? Сонда сен нешедесің? Мен 5-пін ғой. 95. 1995. Бірақ ойлап қалма, 95-тер картип қалды деп, біз әлі жаспыз. Не болды, скорый шақырайын ба? Бәрі дұрыс басын. Уайымдап кеттім, давлениең көтеріліп кетті. Кешіріңіз, мен кеттім. Отыр, караокеге келсін, ән айтпаймыз ба? Әу демейтін қазақ жоқ, кеттік. Ол сен емес, ол сен емес, ол сен емес. Ай, осы Батудың караокесі керемет, акустикасын айтсашы. Мен 30 жас юбилейімді осы жерде жасадым ғой. Сен қарамай жүрген жігіт. Мынау саған. Не үшін? Жай себепсіз. Себеп сіз дегендей. Және бұл соң емес. Мынау саған. Бір жерге барып демалып келсең болады. Мысалы Балиға, Алматыға суық қой, тоңып қаласың. Бүгін ешқандай мейрам емес қой? Сенмен өткен әр күні мен үшін мереке. Соңғы кезде телефон дұрыс істемей жүрген сияқты. Сол үшін саған iPhone 17 Pro Max сыйлағым келіп тұр. Бұны мен Сен жақсы көріп жүрген жігіт. Дала қар жауып кетті, мұздап кеттім. Кафе ма, бір жерге кіреміз, может? Қойшы, кафеге ақша жоқ. Далада жүре берейікші. Таза ауашты, романтичный емес пе? Просто қарным ашып кетті. Қарның ашты ма? Мен де қарным ашты. Мына жерде магазин бар. 2 самса алсаш бар. Сушняк алсаш. Жарайды. Не ғой айтпақшы, маған 200 мың теңге микрозайм алып берші. Мен ай сайын төлеп отыруға тырысамын. Жарайды, алып берем. Все, онда қайтайық. Жай болып кетті ғой. Погода быт болып кетті, мен Қаскелеңде тұрам, үйге қалай қайтам? Ой, не ғой айналып, мына жерде автобустар жүреді ғой. Автобусқа отырып Ташкентке жетіп алып, одан пересадкаға отырып жетіп аласың ғой Қаскелеңге дейін. Уайымдамасаңшы. Сөйтіп 3 сағатта ма жетіп аласың. Мен өзім мына үйде тұрам, әдейі жақын жерге шақырғанмын. Все, онда. Бірақ ауыр қалып жүрме. Ауырсаң құрсам. Қандай заботливый жігіт. Сонда қай жылғы боласың? Мен 2007. 2007? Иә, ал сен ше? Ал мен 98 болам. Бірақ ойлап қалма, 98-де шал болып қалды деп, біз әлі жаспыз. Бәрі дұрыс па, скорый шақырайын ба? Бәрі жақсы, уайымдама. Сен, то есть сіз мені романтичный жерге апарам деп едіңіз ғой? Ойбай, мен сені қазір романтичный жерге апарам деп шоке боласың қазір. Супермаркет? Иә, бірге сауда жасамаймыз ба? Романтично ғой? Бұның несі романтично? Бұл жердің бағалары романтично, мен саған көрсетем, жүр. Картошка килограммы 180 теңге, ойлаш. Морковтар 150 теңге килограммы. Пияздар 98 теңге килограммы, ойлаш. Алло! Сәбит, мен свиданиядамын, звондама маған. Свиданиядамын деймін, звондама. Албалар 280 теңге. Салташ не қарап тұрсын? Қалада барлық жерде қымбатшылық болады. Только осы жерде ғана баға керісінше түсіп жатыр. Сиыр еті 3500 теңге килограммы, ойлаш. Есіңе сақтап ал, 20 қаңтар күні ярмарка Қарасайдың Шамалғандағы және Сайран Сити Плюстағы точкасында мега акция болайын деп жатыр. Осы арзан бағалардың барлығы сол күні болады. Басқа да ассортименттер арзан бағада болады. Саған просто сол күні ярмарка Қарасайдың осы 2 точкасының біреуіне келу керек. Бұндай арзан бағаларда мен давлением түсіп кетті. Белім. Чай ішпесем бұрға басым ауырады. Кешіріңіз, сіз маған слишком кәрекесіз. Мен кеттім. Енді 98-ге жоламаспын. Кәрісінесіз, мен 98 жылғым ғой.
кете берсін, ата продукт істеп алдым. Мама, осы сен неге Арманды менен қарағанда көбірек жақсы көресің? Қойшы, қайдағын айтпа, екеулеріңді бірдей жақсы көрем. Ұлым менің, красавчик өзі. Не жатыс бұл? Үйді жинасашы. Мама, неге Арманға да айтпайсыз, неге маған ғана тисе бересіз? Ол ұл емес па? Қалай үйді жинайды? Сен қыссың ғой, үйге полный генуборка жасап шық. Мама, далада қар жауып, боран болып жатыр, сабаққа қалай барам? Жаяу бар, автобуспен бар. Бәрі сен жүр ғой, өлмейсің. Мама, ал менші қалай барам сабаққа? Мама, вызывай такси. Балам, мен саған бизнес-класс шақырып қойдым. Комфорт ультра плюс. Қалай жаяу барасың сен? Жандарым менің, жаңа жылдарыңмен. Міне сендерге сыйлық алдым. Мә, крошка, рахмет, мам. Ал менде iPhone 17 Pro Max. Қалай балам, сыйлық ұнады? Мама, мен магазинге кетіп сабыр керек па? Магазинге? Өзің жалғыз? Дала қараңғы ғой, қалай барасың? Жоқ, мама, мен бара аламын, жазып 35-те ғой. Жоқ, бармайсың, мен сенімен бірге барам. Бәрібір сен мен үшін әлі кішкентайсың. Мам, не істеп жатырсыз? Болды, 18-ге толдың, өз күніңді өзің көр, осы уақытқа дейін асырады. Мам, мен қайда барам? Білмеймін, күйеуге ти, жұмыс істе, или оқуға түс. Мысалы, поляресуде кеш. Сүмелек, басыңыз істей ма? Кешіріңіз. Менің кім екенімді білесің бе? Мен миллиард обороты бар компанияның басшысы Лихунянмын. Үстімдегі киімге 1 жылдық жалақым да жетпейді. Тағы да кешірім сұраймын, Лихунян ханым. Сізге айтар бір датым бар еді. Иә, мен қарапайым официантпын. Бірақ мен сізді бұрыннан жақсы көріп басым кетіп жүр. Менің әйелім боласыз ба? Оңбаған сен сияқты келе даяшы, қалай ғана маған сөз салуға дәтің барады. Мені бұл жерге ең бай адам Джек Ма кездесуге шақырды. Ең үздік 150-ге жуық Қытай тағамдары бар. Аджикалатауға келіп, оның басын айналдырып, кейін мұрагерлікті өзімнің атыма жазам. Жоспарымды құртпай жоғал. Жоспарыңыз мінсіз екен, бірақ сіз бір нәрсені ескермедіңіз. Мен мистер Джек Мамын. Мен сізді сынағам. Сіздің шынайы келбетіңіздің қандай екенін мен өз көзіммен көрдім. Өтінемін, кешіріңіз. Мен сізді танымай қалдым. Бұл қателігім үшін басымды алыңыз. Жылағанмен пайда жоқ, Лихунян ханым. Мен сіздің компанияңызбен бүкіл жұмыстар тоқтатамын. Енді сіздің компанияңыз банкрот. Қазір мына жерге охрананы шақырмай тұрған кезде дереу табаныңызды жалтыратыңыз. Шот төлейсіз ба? Менде ақша жоқ екен ғой. Таптым. Маған барлығын тегін қыласыздар ма? Мен сіздердің бастықтарыңыздың туысымын. Басеке, сіз нағыз танисыз ба, туысыңыз дейді ғой. Кім ол мен туысым деп жатқан? Что-то түрің таныс емес, сен кімнің қызысың? Так, Гуля тәте деп айтайын. Любой семьяда Гуля тәте деген туысқан болу керек. Мен Гуля тәтенің қызымын. Гуля тәте, берген кіші, мынау сіздің қызыңыз деп жатыр. Қайсы? Жоқ, менде мынандай қыз жоқ, башы танымаймын мен. Жоқ, бұл Гуля тәте емес, басқа Гуля тәте, ана Марат ағаның әйелі ше? Қай Марат? Мұрты бар Марат аға. Марат аға берген кіші, мынау сіздің қызыңыз ба? Кәне, қой, бірінші рет көріп тұрмын мен бұны. Жоқ, бұл Марат емес, ана Оралханның баласы Марат аға ше? Сен сол Мараттың баласың ба, папаң қалай? Жақсы, сіздерге сәлем айтып жатыр. Сәлем айтып жатыр, иә? 10 жыл бұрын қайтыс болып кеткен адам сәлем айтып жатыр ма? Өтірікті соғып тұр мынау. Аферист, сен бізді алдамақшы болдың ба? Қазір бар ғой, мен мына жерге полиция шақырам құттың ба? Кешіріңіздерші, мен өтірік айттым. Мені просто қарным қатты ашып кетті. Мына имбирдің дәмді ташкентский пловына төлейтін 2950 теңгем жетпей тұр. Мен шын атым Айжан, Мақсат қызымын. Мен папамдар вообще Қостанайдан, сіздердің туысқандарыңыз емес. Қайсы Мақсат? Сары Мақсат па Қостанайдағы? Иә? Сен біздің туыссың ғой, сен мен бөлемсің ғой, білесің ба? Болды, смело тегін шебер. Рахмет сізге. Болды, папаңа сәлем айт. Сәлем. Привет, бастаймыз ба? Давай бастайық. Зарплатаң қанша? 300 000 теңге, таксист болып жұмыс істеймін. В принципе, болады. Бұрын күйеуге шықпағансың ба? Жоқ, бұрын тұрмысқа шықпағам. Жақсы. Так, артрит, артроз, варикоз, грыжа деген сияқты аурулар жоқ па? Олар жоқ енді, бірақ басқа бар. Қандай? Оны емдеп алуға болады ғой, менің күшті таныстарым бар.
келесі сұрақ, кредиттарың бар ма? Менде бір особо кредит жоқ, 1-2 микрозайм ғана бар, ал сенде ше? Менде де кредиттар бар, 150 мың теңге. Машинаны кредит қалған ма? Алматыда квартираның арендасының өзі 300 мың теңгеден басталады ғой, ертең қалай тұрамыз? Уайымдама. Менің ата-анаммен тұрамыз ғой, бізде кәдімгідей үй бар қаланың жетінде. Уайымдама ол жағынан, біз квартира снимать етпейміз. Қойшым ба не? Иә. Базар жоқ. Мен тамақ істей алмаймын. Тамақ істей алмай? Бұл дым минус емес қой. Имбирда мысалы фирменный сет 3850 теңге тұрады. Еще Яндекс, Глова, Вольтпен үйіңе дейін доставкамен алдырсаң болады. Проблема ма тамақ істей алмайтын? Дым проблема емес. Все, маған барлығы ұнап тұр. Саған ше? Маған да барлығы ұнап тұр. Онда қазір имбирдің фирменный сетін жеп алайық та, бірден ЗАГСке барайық. Че там? Давай. Не істеп жатсың? Мама, сіз мұнда не істеп жүрсіз? Үйбай. Енді мынау менің үйім ғой, бұл да менің үйімнің бір бөлігі. Жоқ, енді хотя бы тоқылдатып кірсеңізші, не қайдан білесіз біз істеп жатқанымызды? Ойбай. Жүрейін енді өз үйімде тоқылдатып, рұқсат сұрап сендерден. Төсектерім қандай жұмсақ. Бәсе келінеге түскі бірге дейін ұйықтайды десем осы екен ғой. Бүгін баламның қасына жатамын ғой деймін, е? Алло, Сағираш, қалайсың? Міне мынау шатурадан алған төсегіміз, иә. Ой, сен ондай барахлоларды лақтырып жібердің сразу. Давай онда, сау болыңдар. Өтініш, мама, бөлмеден шығаса, бұл біздің жеке бөлмеміз. Ойбай, дұрыс. Қуыңдар мені. Бүгін бөлмеден, ертең үйден шығарып жіберетін шығарсыңдар. Қарттар үйіне өткізіңдер мені. Ойбай, сені арқама арқалап, кезінде автобус жоқ, жаяу мектепке тасып, менде ақы бар. Жарайды енді, жастар өздерің білесіңдер, кедергі болмайын. Ойбай, ертең бармын ба, жоқпын ба, кім білет. Есі что бақытты болыңдар. Мама, неге де грубо сөйлейсің? Ол да жаман нәрсе ойлап тұрған жоқ қой? Қош болды, надоел, бөлек шығайықшы. О, привет. Менің уақытым жоқ, қолыңды берші. Бұл не? Бұл детектор лжи, менің бірінші сұрақтарыма жауап бер. Басың бос ба? Басым бос. Бұрын үйленіп пең? Жоқ, үйленген жоқпын. Жұмысың бар ма? Бар. Сүйікті тамағың қандай? Конечно, фиш-фрайдың балықтары. Молодец. Ставка тікпейсің бе? Жоқ. Маман баласысың ба? Жоқ. Абьюзер емессің бе? Жоқ, абьюзер емеспін. Қыздардың атына кредит алмайсың ба? Конечно, жоқ. Что-то подозрительно. Неше қызың болды? 2 қызым болды. Енді 3-4-еу. 5-6. Енді 10-нан сәл көбірек 20-ға жуық. Понятно. Бабник, сау бол. Қазір қыздар шустрый бар ғой. Эфирде жұрттың баласын жаңалықтары. Бүгін бір 18 жастағы жұрттың баласы мектепті алтын белге бітіріп, сразу ертесінде бизнес ашып, Форбеста бірінші орынға шығыпты. Мамасына, папасына бір-бірі Феррари алып беріп, Дубайдан үлкен вилла салдырыпты. Және сонымен қатар ол бала бөлмесін таза ұстайды екен, полкаларын жинап қояды екен, нәскилерін шашпайды екен, тұрған кезде бірден төсегін жинап тастайды екен. Балам, сен жасың нешеде? 22-де. 22-де. Жұрттың баласы. Және сонымен қоймай жаңағы жұрттың баласы IBC. Шақырым, мынау менің үйім. Неге сырласып жатсың? Просто көріш кемпір барда. Бәрін естіп қояды, надоел шығады. Ой, кешір. Сен үндемей, ақырым. Әй, не шу болып жатыр? Шу? Бірдеңе гүрс ете қалды ғой. Жоқ, мен просто бір затым қалып кеткен ғой. Біреуді әкеп жүрген жоқсың ба, Ego? Жоқ, үйде ешкім жоқ, өзім жалғызбын. Хозяйкаңа хабарласайын ба? Жоқ, звондамай қойыңыз. Осыдан бір шуыңдар. 102 шақырым. Все, кешіріңіз. Все, кетті. Чыта. Кім шыңғырды? Ешкім, мен просто аяғым соғып алдым. Все, қазір хозяйкаңа хабарласам, қуып шығады сені. Звондамай қойыңызшы. Мен уже 102-ге хабарласып қойдым. Сен ойлама, менен бірдеңе жасырамын деп. Мен мына подъездің бәрінде кім не істеп жүр, кім қайда бәрін білем. Жақсы, кешіріңіз. Надоел, мына кемпір бар ғой.
Мә сенің мына үйінде тұру невозможно ғой, өмір емес қой мынау. Мен не істеймін, басқа амал бар ма? Как раз сен мана рет Сәлеметсіз бе? менің квартирамды көрге келген сіздер ма? Иә, біз ғой. Бізге баламен болмайды. Бізде жоқ бала. Қайдағы бала, бізде бала болды ма не? Біз екеуміз ғанеміз. Семейный параларға тоже бермеймін. Семейный пара? Жоқ, түсінбедім, мен жалғыз тұрамын. Олдарға тоже берілмейді. Жоқ, мен қызым ғой. Үйді көрсек бола ма? Менің квартирама кіру үшін 100 рет отжимания жасау керек. Жасадым. Үйді көрсек бола ма? Менің квартирама тұруға лайық екенсің. Рахмет. Жүр көрсетем. Жүріңіз. Мінеки квартира, айына 400 мың теңге, шуланмаймыз, анау-мынау адамдарды әкелмейміз. 400 мың теңге? Мына үй үшін? Сіздердің естелеріңіз дұрыс па? Мынау болмады. Мә квартирадан квартира қаңғып шаршап кеттім бар ғой. Өзімізге жеке үй алу керек бізге. Призрак екен ғой. Хозяйка екен деп шошып кеттім ғой. Тұрш былай. Хотя ваннада жалғыз болсам бола ма? Мен қазір душқа түсем, бар шықпа. Мен кино көріп отырмын. Мешать етпеш, барш. Сен неме? Менен қорықпайсың ба? Мен призракпын. Бір өтірік болсын. Де қойсай? Мен бұл квартираға 300 мың теңге төлеп жүрмін. Алматыдағы ең арзан тапқан квартирам осы. Мен ешқайда кетпеймін, маған призрак қызық емес. Тоқтаршы. Сен осы менімен бірге тұрып жатсың. Неге квартираның жарты ақшасын төлемейсің? Или хотя бы коммуналканы төле, ұятың бар шығар. Мен призракпын ғой, қалай төлеймін, кішкене ойлансашы.